Мына пайғамбар алейхиссалату вассалам айтады: «Баллигу анни валау ая» дейді. Менен дейді, бір аят болса да жеткізіңдер дейді. Осы жерде баллигу деген сөзді литтаклиф дейді ғалымдар. Баллигу, жеткізіңдер деген әмір, бұйрық сиғасында келіп тұрғандықтан, жеткізіңдер деген сөз дейді таклиф, тапсырма, міндет деп жатыр дейді. Жеткізу міндет екен. Анни, менен деген литташриф дейді. Өзіңіз ойлаңыздар. Анта расулу, сен пайғамбар Мұхаммед алейхиссалату вассаламның істеген ісін ары қарай жалғастырып, оның елшісі болып жатсың да. Бұл деген не деген шарапат? Пайғамбардың істеген ісін мына дүниеде істеу деген саған шарапат берілген. Жеткізу. Анни, менен жеткізіңдер деп жатыр. Пайғамбардан жеткізейін деп жатсың да. Қараңыздар. Мына валау ая дейді литтахфиф. Жеңілдік үшін, аздық үшін бір аят болса да жеткізіңдер деп айтып жатыр дейді. Бір аят болса да жеткізіңдер деп жатыр дейді. Бір бет Құран емес. Исламның кереметтей үкімдерін емес отырып ал. Бір аят болса да жеткіз кетсең болды дейді. Бұл хадистің соңындағы литтахфиф, жеңілдік үшін дейді. Мына тахфиф деген нәрсе, мына жердегі бір аят болса жеткізіңдер деген сөздің ар жағында мұсылман адамға исламды жеткізбеуге үзір жоқ. Жеткізбей қоям деген ойың болса, біл дейді, сенде үзір жоқ. Өйткені саған пайғамбар жеңілдіктің ең жеңілін көрсетіп жатыр. Бір аят болса да жеткізе ал деп отыр. Сонда біз айтамыз, дүйсенбі бейсенбі күні сүннет, месуақ қолдану сүннет, ұзын көйлек кию сүннет, сақал қою сүннет деп айтамыз. Сүннеттердің төресін білмейміз бірақ. Сүннеттердің төресі, сүннеттердің ең ұлысы не дейсіздер ғой? Пайғамбар Мұхаммед алейхиссалату вассаламға жәрдем беру. Пайғамбар алейхиссалату вассаламға қалай жәрдем береміз? Пайғамбар Мұхаммед алейхиссалату вассаламға осы дінді шарт тарапқа жаюмен жәрдем береміз. Пайғамбар алейхиссалату вассалам осы дүниеге дінді жеткізу үшін келген болса, ақыр заманға дейін мұсылмандардың барлығына анни, менен деген жеткізіңдер деп кеткен пайғамбардың сөзі ташриф, құрмет, ізет, бір деген үлкен абырой. Сондықтан да мына дінді жеткізу естеріңізде болсын. Исламдағы ең абыройлы іс.